Чо, там кеттік па? Давай онда. Қалайсыздар достар, бәріне салам, сіздермен бірге Даникал және достар, менің жаңа видео обзорыма қош келдіңдер. Достар, бүгінгі видеода мен сендерге өзімнің жаңа көлігімді көрсетіп боламын. Ол достар BMW. Coming in, yeah, flex, I just wanna win, yeah, LABB who we running with, yeah, 2233, I'm on 10 again, yeah, state your name, big dope on flame, I just switched the lanes, damn he did it again, I just flipped the pain, stripping and dipping in bass, slab on everything, swimming you sinking away, cause I got big racks coming, I put my low racks on it, I ain't skip past losses, I had to get back off it, see the fit lab on it until they whip my car. Достар, видео осылай тұрып өтініш лайктарын басып кетер, өткен мынандай видео өте көп шықпайды. Мен достар машина алған сайын бұндай видео түсіріп тұрамын. Естерінде болса достар, бір жыл бұрын мен Mercedes алған болатынмын, ешқа. Ол машина достар өкінішке орай мен сатып жібердім. Кейбір адамдар достар әлі білмейді мен BMW алғанымды. Достар, ондай жаңалықтардың бәрін тек қана мен Instagramда бірінші болып көре аласыздар. Сондықтан достар, кім тіркелмеді, тіркелдер 30 мыңға сәл адамдар қалды. Жазылыңдар. Шотқа от бәрі. Достар, маған көбісі айтады, неге BMW-ны алдың, сенде Mercedes болды деп. Достар, мен бір секретімді айтып кетейін. Мен ешқандай машина достар фанат емеспін, бірақ маған Mercedes пен BMW өте қатты ұнайды. Былайша айтқанда достар, маған немістердің көлігі қатты ұнағасын, мен Mercedes-ді де BMW-ді де ала беремін. Маған достар машинаның дизайны өте қатты ұнайды. Өздерің қарап тұрсаңдар достар. Звонок қалып берген ма? Достар, мынау дизайны қарсындашы, мордасы злой, агрессивный машина. Еще достар, мынау фараларды түнде қоссан, мынау линиялары өздері білесіздер. Жанат, қазір достар, 1 минут қосып жіберемін. Достар, машина алдын сендерге айтып көрсетіп кеттім. Енді ары-қаратай кеттік. Машинада достар, дисктар ешқандай енді үлкен спортивный емес, өзінің заводской кішкентай дисктар. Достар, негізі түрі онша маған ұнамайды, бірақ машина өте мягкий жүреді осының арқасында. Оны ауыстырмайтын шығармын, өйткені елам ауыстыр. Маған достар, главное, удобно. Біреу газовать етіп өтіп баратыр, молодец. Кияның владельцтары қаттай дейді. Және достар, мен Instagramда машинаны бірінші рет көріскенде көбісі BMW M3 деп ойлап қойған болатын. Бірақ достар, мен ондай мажор емес, менде қарапайым 320i. То есть достар, машинаның объемы 2 литр, еще достар 2 турбинасы бар. Соның арқасында бұл көлік достар өте тез, өте шапшаң, короче, тез шустыр жетіп былайша айтқанда. Достар, бұл машинада мына жақта камерасы жоқ, артқа қарайтын, бірақ мынандай портрониктар бар, өте көмектеседі. Мысалы, артқа бер жатсаң, адам ба, машина ма болса, пих деп машина салонында дауыстар шығарады. Дальше достар, машинада бір ғана глушитель. Маған негізі достар ол ұнамайды, бір ғана болғаны. Енді қайтеміз достар. Осындайды алу тура болды. Берге бір зат көрсетейін, бір зат достар ұмытып кеттім. Машинада достар бір косяк бар. Былай қарасаңдар, капот достар майысқан. Көрініп тұр ма? Короче, достар, капот кішкене майысқан, білмеймін ол қалай болғанын, сыртқа ма, ішке ма бір бәле болған. Бірақ достар, машина аварияда соғыспаған, ештеңе болған, тфай, кішкене жерлерден боялған, бірақ ондай ешқандай серьезный зат болмады. Достар, машинаның бәрін айналып сендерге көрсетіп шықтым. Қазір енді салонын көрсетем. Салонды көрсету үшін достар, мынау күнге кішкене машинаны былай қойып қою керек. Сендер үшін достар, машиналар достар өте беретін жерде жүрміз енді. Амал жоқ, Алматыда. Қазір достар 1 минут мен машинаны парковать етіп сендерге ішін көрсетеміз. Достар, мінекей біз қазір салонға келдік. Салон BMW-ның достар енді әдемі. Салонның цветі бізде мынандай достар бежевый цвет, мынандай светлый. Маған негізі достар бұл цвет өте қатынайды, өте әдемі көрінеді, бірақ ең үлкен минусы бұл достар өте тез кірленеді. Мынау есіктер кірленеді, мына жақтар кірленеді. Короче достар, сондай кішкентай минус бар, бірақ достар мынандай әдемі болған үшін оны кешіруге болады. Арғартай достар кеттік, машинада мынандай дәу телевизор бар. Дәу болғаны достар орташа размер. BMW-ның достар ең үлкен плюсы мына жақта телевизорды управлять ететін жері бар бөлек. Mercedes-те де достар негізі бұндай бар, бірақ BMW-нікі менің ойымша осы ескі жылдар, 2010-2013 жылдар BMW-де өте удобно, бәрі тез істейді. Мынақта достар навигацияның кнопкасы бар, оператор көрсетер, мынаны басам. Үлкен достар минус навигациясы бар да, бірақ ол істемейді. Мысалы біз Алматыда тұрмыз. Достар, сендер Қазақстанның қай жерінде тұрасыздар? Жазып кетіңдер, қай қалада? Мен достар Алматыда тұрамын. Короче, бұны негізі прошивкасын жасатса, істеу керек.
бірақ менде әзірше істемейді. Телефон бар, анау мынау бар. Ары қаратай достар, маған коробка переключать ететін мынау не деуші еді? Таяқша дейік, мен профессиональный обзорщик емеспін. Өте удобный, просто тормозды басасыздар да, мынақта кнопканы басып тартасыңдар, бүйтіп итересіздер болды. Достар, мына жақта спорт және экопро деген кнопкалар бар. Спортты басам, әрине машина психованный болып кетеді, максимально спортивный. Эко десе достар, машинаны бензиннің экономдай басайды. Маған ол керек емес, өйткені машина өз-өзімен өшіп қала береді. Сондай өзінің достар системасының косягі бар. Ары қаратай достар, машина 132 000 километр жүрген, пробегі. Достар, негізі мына BMW 3 болғанымен артында орын деген жететін. Қараңдар, мен спокойно отырмын. Білмеймін, кейбір адамдар 2 метрліктер нақты сыймайтын шығар, бірақ біз сияқты қортықтарға пайдет. Так, ары қаратай достар, нақты подлокотник бар, былай басық сияқты отыра аласың. Және мынау кнопканы бассаң, короче, стакан қоятын жер қызық құрастырған, негізі немістердің достар бастар істейді деп жауып тастайық. Все, достар, арты осымен бітеді. Мына жақта, білмеймін достар, мына жаққа не болады, өйткені газды бассаң, любой зат негізі ұшып кетеді. Нақта темекі шегетіндерге достар, нақта лайфхак бар, бірақ мен темекі шекпеймін. Шекпесеңдер лайк и комментарий. Все, достар, осымен артын көрсеттік. Нақта кепка, шмепкалар жатыр. Енді достар, сыртқа шайық. Достар, мінекей мен сендерге машинаның ішінде сыртында көрсетіп кеттім. Сендерге достар, ұнады деп ойлаймын, кішкене қызықты қылып түсірдім. Енді достар, ең қызығына кеттік. Машинаны қазір айдап көреміз, гонять етеміз, жай жүреміз, бәрін сендерге көрсетемін. Оператор машинаға отырсам болады. Мен ары бетте кеттім. Достар, ендеше кеттік, машинаны оталдырайық. Машинаны отал үшін достар, кнопкасын басамыз, старт-стоп дейтін. И ойбай, достар, сюрприз, машина оталды. Так, мына кнопканы достар басып қою керек, өйткені машина қазір өз-өзімен өшіп қалуы мүмкін. Достар, маған машинада тормоздарды ауыстыру керек. Көбісі BMW-ны сынады дейді, бірақ мен достар мына BMW-да тек қана майын ғана ауыстырдым. Өте жақсы, өйткені достар машина пока что көп жүрмеген, сынайтын жерлері жоқ шығар деп жүрейік, ал бастайық. Наны достар дығы қоямыз, ручникті түсіреміз, кеттік, айдайық. Достар, анақта қандай Мерседес тұр, қып-қызыл. Әдемі, ой, анақта машина келатыр, өткіз жерекші. Пока что достар, ремейнді тағып алайық, кеттік, басамыз. Так, достар, мен бұл BMW-ның 0-ден 100-ге дейін жүргенін тексермеген, бірақ примерно достар заводтың айтуы бойынша мынау 7 секунд жүрген примерно. Мерседес болған достар менде 8 секунд жүретін. Ода объем 3-2 болса да, мынада достар енді двигателі свежий турбированный болғасын 100-ге дейін жақсы жүреді, короче. Достар, газды басып келатырмыз, қараңдар, бір рет газ басқанда уже 100. Все, тормозить етейік. Машина достар қатты жүреді, жетеді. Достар, мінекей біз қазір қалаға шықтық, машина айдап келатырмыз, және достар, менде BMW-ның жүргеніне ешқандай претензиям жоқ, өйткені қай жаққа достар бұрайсыз, руль жүргені өте тамаша. Бірақ достар, мен Мерседестен күшті бұлай жүреді деп айта алмаймын. Просто достар, BMW-да достар жақсы жүреді деп айтып тұрмын. Өйткені достар, мен жаңадан шығып жатқан Мерседестер вообще айдамаған, бірақ BMW достар өте күшті жүреді. Жеп жеңіл, өте тез, нормально. Достар, Алматыда қазір ауа райы өте тамаша. Жаңа далада достар біз түсіріп жатқанда өте ыстық болды, бірақ енді сендер үшін әдемі контент үшін не істемейсің деп бұрып кетесің. Бас. Айбы, достар, мені газды басасын. Уже 80 келе жатыр, достар. Примерно мен айтқан 7 секундта жүретін оған. Мен әдемі жерін ажатты көрсетіп қалу керек, елмай. Достар, қазір сендер осы видеоны көріп отқаннан кейін сендерді өзімнің айту каналыма шақырамын. Айту дегеніміз достар, қазақтардың шығарған платформасы, ол ВКонтакте, YouTube, Telegram сияқты. Бірақ достар, маған өзіме қатты ұнайды. Ол жаққа достар мен видеолар шығарып тұрмын. Және достар, осы қазір біз обзор түсіріп жатқан видеоның влогын, былай бэкстейдж дейма, сол менің айту каналымда көре аласыздар. Достар, сілтемесін осы видеоны астына қалдырамын, кіріп көрулеріне болады. Ол жақта влог, ал YouTube каналда кәдімгі обзор. Достар, мен сендерге машинаның мощностьсын айтуға ұмытып кеттім. Бұл жерде 2 литр, 2 турбина, примерно достар 190-200 аттың күш бар, және 8 ступенчатый автомат. Қазір достар, мен газды басамын, кеттік. Бастық, разгонды достар, қараңдар қалай алады. Просто easy, 100-110. Все, достар, нақты қазір разор жасау керек. Тез тормозить етейік. Короче, достар, машинамен қалада жүру өте рахат, потому что коробкасы тез жұмыс жасайды, және мощностьсы қалаға жетеді. Йо-майо, достар, бізді Мерседес пішіміз шығарып кетті. Негіз достар, біз бұны специально жібердік, өйткені қараңдар, кабриолет, мынандай достар, жазға орайға қандай кайф машина. Мә достар, базар жоқ, кабриолетте жүрген.
Достар, ендеше бүгінгі видеомыз осымен бітті. Сендерге бхм обзор ұнады деп ойлаймын. Ұнаса достар, лайктарын басып комментария жаздар. Бұндай видеоны достар көп түсірмеймін. Бір жерлерінде қателік болса кешіріңдер. Достар, сендермен болған Даник және бх. Сау болыңдар, келесі видеода көріскенше.